Қыз қонақ деп үйінің төрінен орын берген, жұмақ табанның астында деп ананы ардақтаған, жартым деп жұбайын аялаған халықпыз. Бірақ соңғы уақытта тұрмыстық зорлық зомбылықтан жапа шеккен әйелдердің жағдайын естіп, көңілім түсіп қалды. Қызы мен қарындасын, жары мен анасын намысым деп қорғаған текті елдің ұрпағы едік қой. Әйелге қол жұмсау ірілік емес, ұсақтық. Әйел ер азаматтың қабырғасынан жаратылған аманаты, балаларының анасы, өмірлік серігі, шаңырағының жылуы. Сондықтан әйелін қорлаған адам өзін қорлаған, қорғаған адам өзін қорғаған болады. Әрине, кінә бір жақты бола бермейді. Осы ретте әйелдерге айтарым, қашан әйел адам ойын өзгертіп, өзін дамытып, жақсы жаққа бет бұра бастаса, жолдасы да соған сай өзгере бастайды. Орыстың атақты жазушысы Лев Толстой бұл туралы: мен ақымақ болып әлемді өзгерткім келді, алайда ақылым кіріп, өзімді түзедім дейді. Сондықтан өмір бойы ізденіп, рухани дамыңдар. Ал ер азаматтарға айтарым, қисық қабырғаны түзетемін десең, сындырасың деген. Ер деген атаққа лайықты ірі, кешірімді болыңдар.